Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен қыстың қамын жаз ойла демекші. Бар жоғы 2-3 ингредиенттен тұратын бұл салатты дәмі тіл үйіреді. Әр ас үй егесі өзінше дайындайды. Менің де дайындалғанымды көріңіздер. Ең алдымен бізге болгар бұрышы қажет, және де қызанақ қажет. Болгар бұрышын мен осылай соломка етіп турап алдым қолыммен, және де қызанақты ет тартқыштан өткізетін боламыз. Сарымсақты ет тартқыштан алдын ала бөлек ыдысқа тартып жатырмын. Себебі сарымсақ пісіп жатқанда ең соңында ғана салынады. Сол себепті де бөлек тартып жатырмын. Енді қызанақтың барлығын ет тартқыштан бір келкі етіп өткізіп аламыз. Қызанақты да тартып алып бір шетке қоямыз. Міне, менде дәл осындай болып шықты. Енді ашты бұрышқа кезек келді. Ашты бұрыш өздеріңіздің қалауларыңызша дәміне қарай қосып жіберуге болады. Егерде кішкене салаттан бір аштырақ дәм шығу үшін. Осымен турайтын заттарымыз бітті. Енді барлығын қазанға салатын боламыз. Пісіретін қазандарыңызды бірінші отқа қоймай тұрып, осылай май құйып аламыз. Келесі кезек болгар бұрышында, болгар бұрышының барлығын осылай саламыз. Енді бірденнен қызанақты да осылай құйып шығамыз, тартылған қызанақтарымызды толығымен. Енді дәміне қарай тұз салыңыздар. Тұзды бастапқыда аздау салыңыздар, одан кейін жайлап барып тұзын көріп отыра тағы да салатын боласыздар. Бұл жерде мен 2 үлкен қасық салып алдым ең бірінші. Енді отқа қоятын боламыз. Барынша үлкен отқа қоямыз, қайнағанға дейін. Отқа қоймас бұрын 200 грамм қантты осылай салып аламыз. Қант неге десеңіздер, дәмді бір әдемі дәм шығару үшін. Қайнағаннан кейін орташа отқа басып қойып, 40 минут бойы жақсылап бұрқылдап қайнауы тиіс. Бетін жауып қойыңыздар. Арасында араластырып тұруды да ұмытпаңыздар. Менде аскөкке петрушка және де укроп, осы екеуінде жақсылап майдалап турап аламыз. 40 минут өтті, менде өте әдемі болып түсі шықты. Енді сарымсағымызбен жаңағы майдалап тураған аскөктің барлығын саламыз бірденнен. Енді таза 10 минут орташа отта қайнауы тиіс. Тұзын барлығын көріп қойыңыздар. Егерде тұзы аз болса, осы кезде салып жіберіңіздер. Жақсылап араластырып, астын үстіне келтіріп, себебі асты жағы қоюлау болып қалады кішкене. Бетін жауып 10 минутқа қалдырыңыздар. 10 минутқа салатты қайнатуға қалдырған кезде мен банкілерді стерилизовать етіп жатырмын. Мен дәл осылай стерилизовать етемін. Бұл әркімнің өзінің қалауынша. Мен ыстық суды жақсылап айналдырып құйып, ішіне 50 грамдай суды қалдырып, бетін жауып 1-2 минутқа қалдырамын. Барлығын осылай стерилизовать етіп аламын. Жақсы стерилизовать етілуі тиіс, себебі мен салатқа аспирин немесе уксус еш нәрсе қоспаймын. Банка жақсы жуылып, стерилизовать еткен кезде еш нәрсе болмайды. Салат дайын. Міне, түсі өте әдемі, аппетитный болып тұр. Керемет болған, енді сөзсіз. Енді ыстықтай осы салатымызды стерилизовать етілген банкілерімізге құямыз. Бірденен. Менде банка осылай бұралып жабылатын банкалар. Егерде сіздер жапқышпен жапсаңыздар, бірденен барлық салатты құйып алып, одан кейін бар біртіндеп үстінен басып шықсаңыздар болады. Мен әр қайсысын осылай бірденен тығыздап жауып жатырмын. Бұл ингредиенттерден таза 10 литр банка шығады, 10 литр салат шығады, яғни мен 1 литрлік банкілерге жауып жатырмын, өзіме ыңғайлы болғандықтан. Ешқандай қиындығы жоқ, дәл осылай оп-оңай барлығын жауып алыңыздар. Міне салатымыз осымен дайын. Бұл салатты барлығы біледі деп ойлаймын. Және де менің де дайындалу әдісіммен жасап көріңіздер. Бұл лечо салаты.
өте дәмді және өте қарапайым рецепттердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жауып болған банкілеріңізді дәл осылай айналдырып көріңіздер, беті тығыз жабылды ма, қандай крышкамен жапсаңыздар да осылай тексеру қажет міндетті түрде, себебі қақпағы дұрыс жабылмай қалуы мүмкін егер сіздер басқышпен бассаңыздар да. Міне осымен салатымыз дайын. Бұл менің анашымның рецептісі. Бала кезден бір дәмге үйренген соң ешқайдан іздемей анашымнан сұрап жапқан рецептім. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер және де өздеріңіздің жасау жолдарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.